әнші Бүркіт енді режиссер. Алғашқы туындысы Логово фильмі көрерменге жол тартты. Бағалы әшекей бұйым үшін таласушылар мен зардап шеккен қарапайым демалушылардың олармен күресін суреттеген фильмге көбіне жас актерлар таңдалыпты. 2 ай кастинг болды. Кастингтен бізде Махаббат деген Сырқытбаева директор, кастинг директоры, сол кісімен барлығын өткізіп, актерларды өзіміз таңдап, менің сұрауым бойынша жас актерлар болсын, жаңадан әлі киноға шықпаған актерлар болсын деп әдейі таңдадым. Сондықтан да бұл кинодан кейін енді осы актерлардың жолы ашық болады деп ойлаймын. Біздің ең кішкентай актрисамыз Ая Садуақасқызы. Сондықтан да бұл қарындасымызға тек қана ақ жол тілейміз өнерде. Көбіне комедия жанрында бой көтеріп жүрген белгілі актер Жанбай Жанбаев алғаш рет триллер жанрына түскен. Оның дайындығы мен тәжірибесіз актерлардың шеберлігін арттыруға Бүркіттің өзі де атсалысқан екен. В последнее время я снимаюсь в комедиях. Соңғы уақытта көбіне комедия жанрына шақырылып, сол бағытты киноларға түсіп жүрмін. Айбек сондай жауапты триллер бағытын таңдаған екен. Бастапқыда осыған сенімсіздеу қарадым, кейіннен сценарийді оқып, танысқан соң келісімімді бердім. Актер қандай жанрға болсын дайын болу керек. Бұл менің алғашқы туындым болғандықтан кейін бұл оңай болды деп айта алмаймын. Ешқандай жеңіл жол болған жоқ. Алғашқы толық метрді менің туындым қиын болды. Ең бастысы Беркут мырза маған өзінің демеуін көрсетті, қолдауын көрсетті, танытты. Және болмай жатқан сахналарда өзінің тәжірибесімен бөлісіп, менің ойымша менің рөлімді сомдауға өзінің бірден бір үлесін қосты. Сонымен осы фильм үшін шаңырағы шайқалып отбасынан айырылған Айым Алтынбекова да фильмнің тұсаукесеріне гүлдей құлпырып келді. Алайда жеке өміріне қатысты сұрақтардан ат-тонын ала қашатын болыпты. Негізі жеке өмірім жайлы ешқандай сұхбатта әңгімеде айтқым келмейді. Киноның қатысы жоқ, мүлдем жоқ. Отбасындағы жағдайдың киноға қатысы жоқ деген Лидия Каденнің бұрынғы келіні. Дидар Каденнің жары болған Айым тіпті актриса болам деп те ойламаған екен. Кастингтен бір емес бірнеше рет зорға өткен Алтынбекова киноның бағасын көрерменнен күтеді. Негізі мен киноға түсем, актриса болам деген ойда болған жоқ. Бірақ дегенмен де өз рөлімді алып шықтым деп ойлаймын. Енді халық көре жатар қалай болады. Сонымен әнші Бүркіттің режиссерлігімен түсірілген Логово фильмі көпке бірдей ұнай қоймасы анық. Әр адам өзіне керегін алар деген әнші бұл фильмнің кассасы да жақсы болатынына сенімді. Жыл таңдауы кеші биыл да өтпек. Осы марапатты ұйымдастырушы продюсер Жан Мұханов бұл кештің үлкен фестиваль ретінде өтетінін айтты. Бұл жерде негізі үлкен фестиваль, бұл фестиваль енді бұл жерде мағынасы ең маңыздысы ән. Бұл жерде хит әндер болады, хит әншілер болады, тек қана жанды дауыста айтатын болады. Үш ерекше қонағымыз келе жатыр. Түрік елінен, Армения, Ресей елінен үлкен деңгейдегі әртістер. 11-дей жүргізушіміз болады. Ал Алтынбек Рахметов мұндай марапаттау шараларында үлкен кіші деген сыйластықтың артық екенін айтады. Жасына, еңбек жолына қарамастан сайысқа түсу керек дейді ол. Өйткені орта буында, аға буында ерінбей еңбек етіп жүрген жағдайлары бар. Жылына 20-30 концерттен берген, және бір бейнебаян емес, 10 шақты бейнебаян түсірген орта буын, үлкен буын әншілеріміз де бар. Сондықтан мынау жастармен бәсекеге түспей-ақ қояйық деп, және жастармен қарсылас шықпай-ақ қояйық. Мен аға, әпке және бауыр болып жүре берейік деген мәселе әлі күнге дейін бар. Сондықтан неге мысалға Ерке Есмаханға, Мақпал Жүнісовамен бір сайысқа түспеске? Былтыр жүлделі болған Ерке Есмахан биыл да өзіне сенімді. Хит болған қайда әнін бәйгеге қосып тақым қыспақ. Былтыр енді мен Төреғали Төрәлімен Алу әнімен қатысқанмын, және де біз жүлдені алдық. Биыл үміт емес, сенімдемін қайда әні жүлдеге ие болатынына, жылдың үздік әнінің бірі болатынына. Негізі біздің елге осындай үлкен жыл таңдау сияқты осындай марапаттайтын, сараптайтын сондай бір керек
шара. Естеріңізде болса, былтырғы жылы Атышулы 91 тобы өз образдарынан бас тартып, тіпті сахнада қақиып тұрып билеместен өнер көрсеткен. Ал биыл жыл таңдауынан 91 тобын көре аламыз ба? Ұйымдастырушылардың айтуынша, ол топқа әлі де қарсылық бар екен әртістер тарапынан. Бірнеше әртіс бар. Осы әртіс қосылды, мен қатыспаймын деп кетіп қалғандарды бар. Рас. Әйгілі мықты әншілердің бірі. Маған ол ой жетпейді негізі. Ол жерде кішкене маған дұрыс емес деп ойлаймын өзім. Енді мына жақта айтып жатыр ғой, енді бұл шашын бояды, мынау сырға тағып апты, бұндай болмау керек, наоборот кетірдіңдер и так далее деп жатыр. Қазақпыз ғой деп жатыр. Енді дұрыс қой, дұрыс, қазақпыз ғой. Қазақ болып жатырмыз. Енді жігіттеріміз жігіт болсын, әйел адамдар әйел болсын деген. Ол да дұрыс. Бірақ бұл жерде бұл әртістер, әртістің өз образдары бар. Ол біздің жастарға ұнаматқан образдар. Барлық қарап жатыр. Бұны біз жапқан сайын жастар одан сайын көре береді. Соны ұқпай жатыр біздікілер. Сонымен 91 тобымен бір сахнада өнер көрсеткісі келмеген әртіс кім? Жанмұханов бұл құпияны аша ала ма? Рас, осы жолы сахнада 91-да да болады, Роза апайымызда да болады. Бірақ Роза апайымыздан сұрасаңыз, ол кісі айтады: бұл әртіс қой. Нағып мен шықпаймын. Бірақ вот бір-екі әртістер бар, бұл көресіздер, ол кісілер болмайды, айтпай-ақ қойын атын. Олар осы мыналар болады, біз бармаймыз деп күтіп алды. Сондай-ақ қарсылықтарға қарамастан продюсер 91 тобын бұл кешке қосқан және қандай образда келсе де қарсы емеспіз деп асыға күтіп отыр. Ендеше 7-ші желтоқсан жыл таңдау кешінде кездескенше. Еліміздегі ең ірі апорт молының Гавай аквапаркі тағы бір рекорд орнатты. Бұл жолы қалың көпшілік алдында 178 литр мохито коктейлі дайындалды. Бұл кеште түрлі сыйлықтар мен ойындар ойнатылып, желтоқсанның ызғары түкте білінген жоқ. Ең бастысы, жаңарған рекорд үшін ұйымдастырушылар да, жиналған жұрт та дән риза. Аквапарк Гавай ең үлкен мохито коктейлінің жасауынан рекорд орнатты. Ол рекорд 178 литр болды. Сегодня в честь первого дня президента. Бүгін президент күніне орай біз осындай үлкен мохито коктейлін жасап отырмыз. Клубникадан жасалған. Ол Қазақстан аумағындағы ең үлкен коктейль болып отыр. Бұл біздің алғашқы рекордымыз және соңғы емес деп ойлаймын. Осы ретте Гавай аквапаркының ұйымдастырушылары қолдаған барлық серіктестері мен қала тұрғындарына алғысын білдірді. Бүгін Гавай аквапаркі Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары үшін керемет мереке ұйымдастыруда. Біз Қазақстан рекордын жаңартып, еліміздегі ең үлкен коктейльді жасадық. Бізді қолдаған барлық жақындарымызға, серіктестерімізге және алматылықтарға алғысымыз шексіз. Көпшіліктің көз алдында жасалған мохито коктейлінің ең бірінші болып қарапайым жұрттың өзі дәм тартты. Әрине, аталмыш коктейль демалуға келген барлық тұрғындар мен қонақтарға тегін таратылып, керемет мерекеге айналды. Коктейльдің дәмі өте керемет. Бір вкус бар, бірақ күшті. Өте ұнады. Коктейльдің дәмі өте дәмді, және маған қатты ұнады. Бұл өте жақсы коктейль деп ойлаймын. Айта кетейік, апорт молында орналасқан Гавай аквапаркі үлкейіп, қызметін жоғарылатпақ. 2018 жылдың сәуір айында Гавай аквапаркының жанынан Майами аквапаркі ашылады. Сол кезде бұл рекорд тағы да жаңаруы мүмкін дейді ұйымдастырушылар.